Сәлем достар, менің орныма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын корындықтың рецептісін бөлісім келеді. Керек ингредиенттің барлығын сіздерге описанияға жазып қоямын. Ең алдымен біз жұмыртқаны құйып аламыз. Тұз, қант саламыз. Және де осыны жақсылап миксермен немесе бенчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді кезексе сүтті құйып, тағы да араластырып алғаннан кейін менде мында жүгері, ұны, үстіне қопсытқыш саламыз, араластырып, барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Енді кезекте бидай ұны, яғни өзіміздің күнделікті қолданатын ұнды қосып тағы да араластырамыз. Егер де сіздер жүгері ұны болмаса, осындай қарапайым өзіміздің күнделікті қолданатын ұнмен де жасай берсеңіздер болады. Мен жүгері ұнын өзім жасадым. Арнайы кашалар болады, соны блендермен езіп, үгітіп, елегіштен өткізіп, өзім дайындап алдым. Достар, бізде осындай сұйықтау қамыр шығуы қажет. Енді осы массаны биікте ыдысқа құйып аламыз. Шұжықтарды өздерінің қалауым бойынша жақсы шұжықты таңдауға кеңес етемін. Барлығын осылай екіге бөліп, дайындап, кейін шпажка, яғни бамбук ағаштарына тығып дайындап аламыз. Міне достар, барлығын дайындап алдық. Артық таяқшаның жартысын сындырып тастадық, себебі ыдысымызға ыңғайлы болуы керек. Егер де сізде шоңғыл ыдыс болса, яғни оған жай ғана сосискамызды тығу арқылы тез пісіріп алуға болады. Менде ондай ыдыс болмағанымен осылай пісіруге тура келді. Бірақ та өте дәмді шықты. Енді шұжығымызды осылай дәл видеодағыдай қамырымызға салып, кейін екі жағы сарғайып піскенше пісіріп аламыз. Корындығымызға артық май сіңбеу үшін осылай қағаз сүлгіге салуға кеңес етемін. Енді достар, корындықты өзіңізге ұнаған соуспен, майонезбен, немесе кетчуппен, тағы да басқа соустарды пайдалана отырып жесеңіздер де болады, өте дәмді шығады. Қамыры толықтай пісіп, өте жұмсақ корындықтар дайын болады. Достар, видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Таныстарыңызбен де осы рецептпен бөлісе отырыңыздар. Поделиться деген кнопканы басып бөлісе аласыздар. Подписаться етуді ұмытпаңыз.